Сәлем достар, біз бүгін лодочки дайындаймыз, яғни кабачоктан, кәдіден лодочки дайындаймыз. Барлығын ең бірінші осылай турап, жақсылап дайындап алдым. Міне лодочки жасау үшін кәді менде ол замороженный кәді, яғни алдын ала морозильникке салынып қойған, оны бірден алып жасай берсеңіздер болады. Екінші бізге пияз, сәбіз, мынау тауық етін турап алдым арнайлап, және де сыр, дәмдеуіштер қажет болады. Заттарымызды дайындап алған соң, тауық етін жақсылап тұздаймыз. Оған тұз және де қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қызып тұрған отқа, яғни қызып тұрған майға пияз бен сәбізімізді жақсылап қуырамыз. Қуырылған сәбіз бен пиязды алып, жаңағы тауықтың етіне араластырамыз. Тауықтың етіне араластырып болғаннан кейін кішкене тұз салып, тағы дәмін көреміз. Одан соң сырды күштен өткізіп аламыз. Күштен өткізгеннен кейін табамызға осылай кәділерімізді қойып, үстін бір рет солить етіп аламыз, тұздап аламыз кішкене. Одан кейін жаңағы начинкамызды осы лодочкидің ішіне саламыз. Жақсылап толтырып салғаннан кейін духовкаға жібереміз. 180-200 градуста 30-40 минутта піседі. Пісуге примерно бір 10 минут, 5 минут қалғанда бетіне жаңағы сырды салып, қайтадан духовкаға жіберіңіздер. Сонда бетіндегі сыры еріп, әдемі дәмді лодочки піседі бізде. Міне осындай өте дәмді лодочки шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте ерекше тағам. Рецепт ұнаса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем, соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.